Бізде үй тапсырмасы берілген сөйлемдерді алмастыру әдісімен шифрлайды. Яғни, Қазақстан тәуелсіз мемлекет. Осы сөйлемді біз кесте арқылы алмастыру әдісіне ауыстырып көрелік. Қазақстан Қ әріпі бізде номері бойынша 15. 15 деп жазып аламыз. Келесі А әріпі бірінші номерді. З әріпі қараймыз. 11. А әріпі бірінші номерлі. Қ әріпі 15 номерлі. С әріпі 24 номерлі. Т әріпі 25. А әріпі бірінші. Және Н әріпі 18. Яғни, біз Қазақстан сөзін алмастыру әдісімен шифрладық. Сонда мына қараңыз, 15 әріп бізде Қ-ға тең. Мына Қ. Бірінші әріп А-ға тең. А. 11 реттік номерде бізде З. Бірінші реттік номерде А. Одан кейін 15 реттік номер, 15 саны, 15 реттікте Қ. Одан кейін 24 номерді С, яғни 24 номерлі әріп бізде С. 25 номердегі әріп Т, 25 номердегі әріп Т. Ары қарай бір А және Н18. Сонда бізде Қазақстан, яғни Қазақстан деген сөзді біз алмастыру әдісімен шифрладық және шифрдан шығардық. Түсінікті ғой, сіздерге тек қана шифрлау қажет. Шифрдан шығару қажет емес. Дәл осылай сөйлемдерді кестені пайдалана отырып, реттік номерімен алмастыру әдісі бойынша шифрлаймыз.